Сосын бір Аллаға серік қоспай құлшылық қылу бұл өмірдің мәні, мақсаты. Болса өмірдің мәні жоқ. Жас кезде ол қатты білінбейтін шығар. Бірақ жасы ұлғайған сайын адамның өмірінің мәні кетіп қалады. Сосын көп адам ішкілікке салынып кетеді. Темекі, басқа күнәларға ұрынып кетеді, немесе депрессияға түсіп кетеді, өмірінен түңіліп кетеді. Жас кезінде кішкене армандар болады, мақсаттар болады, ол білінбейді. Жасы ұлғайған сайын, жасы 40, 30, 40, 50, өмірдің мәні кетіп қалады, өмірдің қызығы. Сол үшін бұл өмірдің мәні, қызығы қаншалықты Аллаға құлшылықты арнайсың, оған серік қоспайсың, соншалықты өмірдің мәні болады. Соншалықты өмір қызықты болады. Сол үшін пайғамбарлардың өмірі қызықты болған. Сол ішінде Мұхаммед саллаллаху өмірі қызықты өтті. Өткені ең соңғы 40-тан кейінгі өмірі, пайғамбар болғаннан кейінгі өмірі, әсіресе пайғамбарымыздың өмір баянын оқыған адамдар көреді. Ең қызықты моменттер сол Аллахтың жолында өткен өмір. Ең қызық өмір. Ал басқасының өмірі бір қалыпты, ешқандай өзгеріс жоқ. Сөйтіп өте береді адам. Одан адам уайымға, депрессияға түсіп кетеді. Сол үшін намаз оқыңыздар, құлшылық қылыңыздар Аллах тағалаға. Намазды барынша беріліп оқыса, адам намаздың жүрекке әсерін байқайды. Егер адам намазды беріліп оқымаса, қалай болса солай оқитын болса, адамның иманын көтермейді намаз. Адам егер намазды беріліп түсініп оқитын болса, ол түсініп оқу да қиын емес негізі намаз. Кішкене дұғалардың мағынасын жаттап, оқып жатқан сүрелердің мағынасын жаттап, солай оқу керек.